Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында қолжетімді әрі оңай дәмді болып шығатын зебра печеньесін жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: сары май 150 немесе 200 грамм, және де 2 дана жұмыртқамды саламын. Оның үстінен 150-200 грамм қантымды қосамын. Және де шанышқының көмегімен жақсылап араластырамын. Сары майымыз үй температурасында болуы қажет. Өздеріңіз көріп отырғандай, сары майымыз дайын болды. Және де бір кесе ұнымды алып, үстінен бір ас қасық қопсытқышты салып жақсылап араластырамын ұнға. Содан соң дайын болған ұнымды саламын. Қамырымызды жақсылап илеймін. Мінекей қамырымыз дайын болды. Осы қамырды екіге бөлемін. Бір бөлшек алып, оның үстіне какаоны қосамын. Жақсылап какаомен илейтін боламыз. Мінекей қамырларымыз дайын болды. Салафанға салып, оны холодильникте 20-30 минут қатырамыз. Дайын болды қамырымыз. Оны жақсылап оқтаудың көмегімен илеп шығамыз. Екінші қамырымды да осылай илеймін, және де дайын болған қамырларымды үстінен саламын. Шоколадты қамырды тегістеп шығамын. Тегістеп болғаннан кейін шетінен ақырындап осылай дөңгелетіп айналдырамыз. Мінекей осылай ұзынша қалпында оны өткір пышақтың көмегімен кесіп шығамын. Дөңгелек қалыпқа келтіру үшін мінекей осылай қолдың көмегімен айналдырсаңыздар болады. Печеньемізді 180 градуста 15-20 минутта дайын болады. Мінекей менің печеньеларым пісті, дайын болды. Өте жұмсақ әрі тез пісті. Егер менің рецептім ұнаған болса, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.